биші сөйлемейді, бірақ соның бәрін дененің қимылымен, көркем бет бейнесімен көрсетеді. Бір күнде 10 сағат, 12 сағат жұмыс жасай ма, беріліп, сол бастағансын аяқтамайынша ол кісі тоқтамайды. Мен бұндай кезмен жылаймын. Неше деректі кадрларды көрдім мен тәте. Қажыған рухы азайған зияштың төбесіне су құйғым келеді. Жүрегім мұздаған кезде, жаным сыздаған кезде, мен сені саялаймын өнер. Би энергия мен рухтың көрінісі. Сұлу мүсін би өнерінің бөлінбес бір бөлшегі. Мың бұратылған буынсыз нәзік қимыл сазыр қағына балқып, би мазмұнымен бір тұтас қалыпқа енген сәтте жан сұлулығы көрініс табады. Жан сұлулығы болмайынша, тәннің сұлулығы да көрінбейді. Техника ғана емес, ол жерде сенің жан дүниеңді білдіретін сенің сезімің болу керек, жүрегіңнен шығатын шынайы би қимылдарында ғана емес. Сенің өзіңнің бет әлпетіңде де, жүрегіңде де сол бидің тақырыбын ашатын жан дүниең көрініп тұру керек. Ашырың ашық екен атқаны таңдай, нұрдеген екі ай көзің жаққан шандай. Ырғақты музыкаға кіндігі байланып, жан дүниесіне нәзік мазмұнды сыйғызғанда барып, бишінің әр қимылына жан бітіп, би құдіреті салтанат құрады. Осыны құрбас раушан, жүзің тау Білесің ғой, қуаныш деген қандай сезім екеніне, сол сезімді сен бүкіл, даже мына тырнағының ұшына дейін сезіну керек сол қимылды жасағанда. Қуанғаның, майысып, құрбылармен ойнап, әзілдеп билеп жүргенде де, осының бәрі сенің бүкіл болмысыңда болу керек. Биші сөйлемейді, бірақ соның бәрін дененің қимылымен, өзінің жаңағы көркем бет бейнесімен көрсетеді. Әсіресе қазақ билерін билеген кезде қыздың көркін ашатын осы қазақтың қасиетті бұрымы. 23 жыл бірге жұмыс жасап келе жатырмыз. Ол кісіні жылдар бойы одан да жақсы тани түстім. Мынау адам баласы жанына түрлі нәрселер жинайды екен, өзінің пайым парасатына қарай. Біріміз дүние жидық, біріміз дос жидық. Алзия Шеркебекқызы ол халық баласын жиды қасына. Әлі де неге зейнеткерлік шаққа шықса да, ол кісінің қасында әлі де сол тұлымы желбіреген жас жеткіншектер жүр. Ұлағатты ұрпақ тәрбиелеп шығарып жатырсыз. Енді
оған қосымша 3 ұл, 1 қыз өмірге әкеліп, дүниеге әкеліп, соларды да тәрбиелеп шығардыңыз. Айтыңызшы, өз балаңызды тәрбиелеу қиын ба, өзгенің баласын тәрбиелеу қиын ба? Екеуі де бірдей. Ол менің қалай қабылдауыма байланысты. Өзгенің баласын мен оған ұстаздық көзбен қараймын. Екінші, аналық сезімімнің кішкене болса да бөлігін беремін. Өзімнің балаларымды тәрбиелеу келгенде мен көбінесе соларға кей кезде уақыт бөле алмай кетемін да. Жаман жолға түсіп кетпесе екен, көшеге кетіп қалмасыншы деп, 4-еуін де осы жанымнан қалдырмайтын. Олардың үйренгені соншалық, мен телохранительдеріміз қалды жүретін жанымда. 3 жылым. Ал жалпы алғанда өзгенің баласына да, өзімнің балаларыма да қоятын талабым біреу. Ешқандай темекі тартпайсың, ешқандай бұзақылық жасамайсың, ешқандай көше жүрісіне түспейсің деп сөйтіп қабылдаймын мен балаларымды. Ал қыздарыма болса, шаш кеспейсің, кіндігіңді көрсетпейсің, шашыңды өсіресің. Оның көйін қыздарыма бірден бір қоятын талабым, ерте жасырмаймын, ол сөздің ұяттығы жоқ дейді. Өйткені олар ертең ұлтты тәрбиелейтін. Біздің ұлтымыздың болашағы жастар тәрбиелейтін. Аналар екенін болатын, ашықтан ашық айтамын. Бір таңғаларлығы бұл жай ғана, кішкене ғана қарапайым, кішкентай ауылдың өзінде осындай керемет ұстаз жұмыс жасап, бұл мен ойлаймын, біздің балаларымыздың бағы деп. Өйткені бұл кісі жай әуесқой емес, кәдімгі кәсіби, жаңағы биге үйретіп балаларды. Кішкентайынан келген балалар бой жеткен шағында кәдімгі кәсіби биші болып шығады. Өміріңіздің бір кезеңінде күтпеген жерден, төбеңізден жай түскендей ауыр күйге ұшырағаныңыз бар. Еліктің лағындай секіріп, аққудай қалықтап, билеп жүрген балерина қызыңыз бір сәтте балдаққа сүйенуге мәжбүр болды. 40 жылға таяу отасқан жарыңыз араға санаулы күндер салып бақилық болды. Бүкіл шығар есік бір мезетте алдыңыздан шарт жабылғандай болғаны анық. Азаппен астасқан жеке мұң, қою қасіреті жетім жүректі жайлап, болмысты буындырып, тынысты тарылтқан улы сезімді зияштан басқа тірі пенденің бойына шақтау мүмкін емес еді. Үнсіздікпен үндесіп, рухыңмен үнсіз тілдесіп, сергелдең сезім сейілмей, егілдім тағы мұң кешіп. Жан етін жайсам, тым дарын, аялаушы едің сыңғағым, торғып қалар артыңда білмеппін, мұндай күн бар. Бақытты шақтар жылыстап, мен қалдым мұңды уыстап, қара жер қойнын жылтып сен жатсың мәңгі тыныстап. Не дейін саған үрей, түрмегі сәтті дүрей, жұбатып тұрып жылатқан жұмбаққа толы дүние-ай. Қақаған аяздан жылулық, қараңғылықтан жарық, найзағайдың күркірінен сұңғыр күлкіз деген күңгірт күндер өтіп жатты. Сізге қасірет қапастан шығуға күш берген қандай құдірет? Аналық махаббатым деп ойлаймын мен. Қандай қиыншылық болса да шыдап, сол қызымның болашағы үшін мен оның көйін әлі де болса, балаларым әлі де болса, сол кезде мен жас деп ойлаймын. Солардың бәрінің аяқтарының тұрғанға шейін мен аман болуым керек болды. Не нәрсе сізді солай жинақталуға, жиналуға, өзіңізді өзіңіз қолға алуға әсер етті, күш берді? Мінезім шығар. Мінезім әрі өнерім. Дара күндерімнің, нала түндерімнің серігі болғаның үшін, сенімі болғаның үшін, мен сені аялаймын. Біреудің
пасықтығынан, біреудің жасып мұңынан, жүрегім мұздаған кезде, жаным сыздаған кезде, мен сені саялаймын өнер. Кегізде шымуда яшыды. 16 жылын балеттің қарсырын үйренем деп, үлкен шығармашылық өмірге дайындалған қызымның биін тоқтатып, тек қана ұстаздық еткені жаныма батады да. Мен өзім 45 жасымда ең соңғы рет білем. Ал махаббатын қазір бар болғаны 30-да әлі келгенде жоқ. Бірақ ұстаздық еткеннен де махаббаттың кәдімгідей тәжірибесі бар. Өзіме соны медет тұтам. Сол ұстаздығымен әлі талай биіктерді бағындыратын шығар деп. Сіздің махаббат деген би ансамбліңіздің желтоқсан құрбандарының рухына арналып дүниеге келгенін біз білеміз. Қызыңыздың есімі де махаббат, би ансамблінің есімі де махаббат. Бұл екеуінің арасында бір байланыс бар ма? Бар. Қандай? 86 жылғы оқиға болды. Көз алдынан кетпейді. Қыршын жастарды сонау иен далада қар борап тұр, машинамен домалатып, киімсіз свалкаға апарып итеріп тастап жатқандарын. Бірақ неге басқа ат емес, неге махаббат? Сол қыршын жастардың отан сүйгіштік, тәуелсіздікке, егемендікке деген ұмтылысының бейнесі болып көрінді. Махаббат. Иә. Сезімі. Иә, екі адамның бір төсектен шыққан емес. Жас, біздің болашағымыз деп жүрген жастарымыздың 16 жас, мысалы Ләззат Асанова. Қайрат 21 жас. Ербол Сабираларымыз бәрі сол қатарлы жастар. Қазақ жастарының еліне, жеріне, отанның тәуелсіздігіне деген махаббатының көрінісіндей болсын деп, махаббат деген ат берген екенсіз ғой. Ал енді қызыңызбен екеуінің арасындағы, осы екі аттың арасындағы қандай байланыс бар, соны айтыңызшы. 87 жылы мен махаббат деп құрдым. Содан кейін 7 жылдан кейін махаббаттың дүниеге келді. Сонда махаббатының өзі де бір маған аян болып түсте, маған сондай болып келді да, түс арқылы мен, аян түс арқылы оны өмірге келтірдім. Маған өмірге келгенде оңай болған жоқ. Өйткені қызым болса екен деп армандайтын. 9 жылдан кейін махаббат дүниеге. Мен түсіндім. Қазақ жастарының еліне, жұртына, тәуелсіздігіне деген махаббатын толықтыратын тағы да бір перзент дүниеге келді. Сондықтан махаббат болсын деп қойған сияқтысыз. Дұрыс түсіндім бе? Дұрыс айтасыз. Махаббат деген есімім үлкен жауапкершілікті жүктейді. Мен әрине мамам және бастаған істі жалғастырам. Үлкен дәрежеге де, үлкен биіктерге де жеткізуге тырысам. Ол менің перзенттік парызым. Қазір мынау менің арқа тұсымдағы аудандық, Қордай аудандық мәдениет үйінде Зияш Еркебекқызының 70 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан үлкен концерт болады. Сол концертте Зияштың махаббат атты ансамблі жан-жақты өнер көрсетеді. Ендеше кеттік. Сіздермен бірге барып, сол концертті тамашалайық. Саламатсыздар ма? Құтты болсын концерттеріңіз.
Қордайда би өнерін шарықтатамыз. Дәурен Абировтың біздің осы Қаракемер ауылында дүниеге келген қазақтың тұңғыш кәсіби балетмейстері, сол кісінің рухына тағзым жасап, Зияш тәте өзінің кешін арнап отыр. Дәурен аға, осы биыл 100-ге толса, сіздің жасыңыз да 100-ден ассын, Зияш тәте. Мен сізді жақсы көремін. Aman bolsun. Қазақтың тұңғыш балетмейстері Дәурен Әбіров таланттарға бай Қордай жерінің тумасы екенін көпшіліктің бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал Зияш Еркебекқызы Дәурен Әбіровтың шәкіртінің шәкірті. Жыл бұрын құрылған махаббат ансамблі ғана емес, Зияштың шәкірттері тәрбиелеп жатқан жас бүлдіршіндер де өнер көрсетті. Қордай топырағынан жаралған тұңғыш биші 100-ге толса, ең кішкентай биші Раяна 3 жаста. Биші ұрпақ ғұмыры жалғаса бермек. Қордайдың тауы да, тасы да осыны айтып, құлағына сыбырлап тұрғандай. Өзімді бақыттымын деп санаймын. Өзіңіз? Аллаға шүкір. Өзім қазір енемін. 8 немерем бар. Батырымды осы Шолпанбек Базарбаев атындағы университеттің, училищенің ұстаздары, осы балет өнерінің майталмандары осының талантын жоғары бағалап бізге қайтадан келіп оқуға түсінші деп сұраған болатын. Бірақ ортаға жылдар келіп түсіп кеткеннен кейін бұл екінші мамандықты таңдаймын деді де, IT мен өзі екінші басында хобби болып еді, қазір мамандығына айналып кетті. Мына отырған кішкентай менің әншім Кәусар, ол әнмен де айналысады, бимен де және көркем сөзбен де айналысады. Қай класста оқиды? 1-ші сыныпты тамамдады. Томерсің болса, болашақта дәрігер болғысы келеді. Осылардың атасы Тілеужан спорт шебері болатын Совет одағы кезінде. Арнұр қазір керемет футболист. Сұлтан Бей Барыс. Бұның атын мен өзім қойғам. Бұның өзінің мінезі де, болмысы да, және принциптері де өмірдегі сондай, соған ұқсас.
Ақтотым болса, Ақтотым кішкентайынан 3 жасынан бастап осы бізбен бірге репетицияға қатысып жүрді. Содан ілесіп жүріп, өзі тұра бастады. Және бұның бір ерекше бір қасиеті, бұл дизайнер. Костюмдерімді өзім жасай алғанмен, кейбір нәрсені осының істегеніне қарап та осыдан да үйренемін. Осы ғана ма, немерелеріңіз жоқ, басқалары да бар ма? Тағы бар ма? Аллаға шүкір, тағы да 2-еуі бар. Біреуі артыңызда жүр. Ал екіншісі қазір бұл жерде. Бұзықтау ма? Қарақшы, Махаббат мені күлдіріп тұран яқта. Осының ішінде Махаббат кедергі жасама. Немерелеріңіздің ішінде ең жақсы көретініңіз қайсысы? Біреуін бірінен артық жақсы көрем деп айта алмаймын. Өзінің әр қайсының изюминкалары бар. Қайталанбас. Немерелеріңіздің ішіндегі ең тентегі қайсысы? Ең тентегі дәл қазір ортамызда жоқ. Аяқта өзінше жүр. Ол Бекжан деген батыр. Ал ұлдарыңыздың ішіндегі ең батылы қайсы? Ұлдарым ішіндегі ең батылы Талғатым, Қайратым, үшеуі де батыл деп айтам. Би өнері адам бойындағы ерекше қарым қабілеттен туа ма, әлде үйренуге, үйретуге болатын нәрсе ма? Екеуінен де болады. Біреуі табиғаттың өлшеусіз берген сыйы болса, екіншісі ол сондай өнерге ғашық болып жүріп, соны үйренсем деген еңбекқорлықтан. Әдемі би туындыны дүниеге әкелу үшін еңбек пен фантазиядан басқа тағы не керек? Кімге көбірек талап қоясыз? Өзіңізге ме, шәкіртіңізге ме? Ізденем, тарихи нелердің деректерін оқимын, зерттеймін, кейбір тұстарын өзіме, жүрегіме сақтауға тырысам, оның көйін. Ал үйрету кезінде сол образға шәкіртімнің енуін талап етемін. Техника жағынан да, және шеберлік, актерлық шеберлік жағынан да. Оны айтып түсіндіруге тұрсам, егер әдемі дүние келіп жатса сахнаға, ол екі ұстаз бен шәкірттің үйлестігінен. Зияш тәте өте білікті, білімді, хореографияны жетік меңгерген ұстаз. 6 классымда келген Махаббат би ансамбліне. Қазір жаман болған жоқпын. Осы Зияш тәтем арқасында өзі қолмен жетектеп, осы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетіне оқуға апарды. Айгүл ансамблінің құрамында мен 1-ші курстан бастап бүкіл Европаны аралап келдім. Өзімнің еліме, жеріме келіп, 2021 жылы Бану Тұрғынбаева би мектебін аштым. Қазіргі таңда 200 бала тәрбиелеп жатырмын. Биыл Фарханымыз 5 жыл бойы бізден дәріс алды, үйренді, 4-ші классынан бері келіп қатысты. Соның еңбегінің жемісі биыл бұл Селезнев атындағы кәсіпқой хореографиялық училищеге қабылданып жатыр. Ал Анелия болса, болашағынан үміт күттірген керемет биші, актриса, және де керемет әнші болады. Сондықтан екеуінің де шығар алар биіктері әлі де болса алда таланттарынан дұрыс алсын. Зияш Еркебек қызының өзі бүкіл отбасыменен осы би өнеріне қызмет етіп жатыр қазір. Махаббат ансамбліне өзі жетекшілік жасайды. Ұлы Қайрат қоюшы режиссер, қызы Махаббат балетмейстері.
биші кейіпкерім Зияштың болмысынан екі түрлі бейнені көретіндеймін. Бірі жартасты жанкештілікпен жарып шығып, биікке қарай ұмтылған шетен ағашының өршіл мінезін көз алдыма келеді. Ал екіншісі құлазған қу жазықтықтың аңызақ аптабынан рухы жаншылып, жігері жасып, жұпары әлсіреген боз жусанның елесін әкелетіндей. Осы екеуінің қайсысы нағыз Зияш? Әлде ара тұра өршелене соққан өмірдің өкпек дауылы Зияштың тұтас болмысын екіге қақ жарып тастады ма екен? Сіз қалай деп ойлайсыз? Біреуін құртуыңыз керек. Не құртуым керек? Сол үшін күресумен келе жатырмын. Төбесіне су құйып, түбіне жетуіңіз керек. Қайсысының төбесіне су құйғыңыз келеді? Қажыған рухы азайған Зияштың төбесіне су құйғым келеді. Ол не ондай болған? Мынандай, мен ең таңғаламын, сіз қалай мен жүрегімнің түбіндегі ашылмай жатқан, сондай сандықтың түбінде жатқан сырларыма, жараларыма қалай жетесіз деймін да. Ол менің кәсібім ғой. Мынандай жағдай болған. Феникс деген құс болады ғой. Мен өзімді сонымен салыстырамын. Осы махаббаттың 37 жылдық шығармашылық тарихында аяғымнан шалынған сәттер де болды. Махаббатты өздерінің мойындарына іліп алып, мен неғылымда басқа ат беріп қойып, сөйтіп ансамбльдің атын өзгертіп өздерінше жүрген адамдар да болды. Бірақ тартып алмақ болды ма сонда? Тартып та алған. Кездері болды ма? Ол бәрі де болған. Маған сондай бір әділетсіздіктер жасалынды. Мәдениет үйінің басқа адамдары менің ансамблімді өздеріне тән қып, өздеріне екен деп менің 38 баламды қабылдап алды. Сол кезде мен жаңағы ауырып, 2 айдай ауырып жаттым. Түбіріңізден шауып тастаған сайын тереңге кеткен тамырыңыздан қайта өніп отырған сияқтысыз, солай ма? Мынау махаббат ансамблінің жолы соншалық біз ойлағандай теп-тегіс, жап-жалтыр, ешқандай кедергісіз болған емес. Жолында сүрінген де сияқты, қабынған да сияқты, бірақ бәрібір қайта тіріліп осы уақытқа жеткен сияқты. Солай дұрыс түсіндім ба? Дәл өте дұрыс түсіндіңіз. Қазіргі басшыңыздан қандай қолдау көресіз? Тұмар патшайымның қойылымның хореографиялық композициясы. Менің неше жылдан бері армандаған сол немен болатын. Осындай бір үлкен крупноплановый композиция қойылса екен деп. Соған маған қолдау көрсетіп, сол сахнадағы балаларының бәрінің костюмін өзінің қаржысына тіккізіп берген осы Бекзат Сесенқұлұлы болатын. Біздің репертуарымызда 100-ден аса би бар. Әр бидің өзінің тән костюмі болу керек. Егер кәсіпқой би маманы болса, онда сенің үстіңе жай шүберекті іліп алсаң да сен жеткізесің. Ал жаңадан енді бидің енді әліппесін үйреніп жүрген балалар болса, оларға әлі қаншама жылдар керек. Бидің тақырыпты ашу үшін, оның образын көрсету үшін. Сондықтан мен қатты армандап жүрген костюмдерге қол жеткізгенімде осыны біздің Дамира Маратовна мен Жанна Мырзабековна ризашылығымды білдіргім келді. Сол кісілердің осы табан тіреп маған сол костюмдерді алып берген үшін. Менің арманым Колизей, біздің Қордай ауданында үлкен Колизей соғылса екен деп армандайтын. Қанша жыл болды? Колизей соғылса екен? Иә. Ал? Театр Колизей. Соны маған Бекзат Сесенқұлұлы айтты. Тәте, Құдай қаласа соған да жетеміз деп. Мен не беріп қойдым, қазір ПСД-лары жасалынып жатыр. Құдай қаласа, мен сол үшін риза болдым.
Мен өзім өнерден кетіп қалсам да, келер ұрпаққа болады ол. Арманыңызға жетіңіз. 35 жыл дамып өркендеген Махаббат халықтық би ансамблі бар. Қасиетті Қордай жеріндегі би патшалығына театр Колизей тұрғызып, қазақтың тұңғыш балетмейстері Дәурен Әбіровтың есімін берсе, сауабы мешіт салғаннан кем болмас еді.